Қазақ халқының бай мұрасының бірі дәстүрлі әндер екендігі белгілі. Бүгінде сол дәстүрлі әндердің тыңдармандары кімдер? Жалпы біздің елде дәстүрлі ән айту дамыған ба? Дамыту үшін не істеу керек? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ассалаумағалейкум, ардақты көрермен. Сіздермен бірге әрдайым сөздің турасын айтатын әңгіменің ашығы бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше біздің бүгінгі тақырыпқа сәйкес мен ортаға алғашқы біздің қонақтарымызды шақырғым келіп отыр. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші Рамазан Стамғазиев ағамыз. Тамаша ойын-сауық отауының актері Бауыржан Орда мырза. Ал құрметті қонақтар, біздің алғашқы сюжетке назар аударайық. Сауалнама. Әрине тыңдайды. Мен балаларым мысалы тыңдайды. Өте ұнатады. Мен өзім де ұнатамын. Дәстүрлі? Мен бұлай онша тыңдамаймын да, ән, ана, мынау. Көп қой әншілер. Қазақ әншілерінің бәрін тыңдаймыз. Роза Рымбаева, Роза Бағланова апамыздың уақытысында тыңдадық. Дәстүрлі әншілерден мен қазір Қайрат Нұртасты тыңдаймын. Қазір жастары бар. Ой, атын ұмытып қалдым дағы. Ну ладно, другой раз айтарым, атын есіме түсірсе. Дәстүрлі әншілерден Төреғали Төрәлі, Тамара Асар, Айгүл Құсанова деген әншілерді танимын. Рамазан Стамғазиев, Алтынай Жорабаева, Қуаныш Жексен, осы буындардың әндері, оның кейінгі келе жатқан жастардың ішінде де керемет. Мысалы Қайрат Нұртас, Алишер Каримов, мен өзім. Дәстүрліден қалай түсіну? Домбырамен, қобызбен, Орда буындарда да Саят Медеуов, оның кейін Тоқтар Серік пен Бейбіт Сейдуәлі қызы. Олардың әндері көңілмен шығады, шынын айтты. Мен баяғыдағы Қаршыға Ахмедияров, содан кейін марқұм болып кеткен. Содан кейін кім, атын қазір бірнеше әнші болушы еді. Қазір жаңасын мен онша көп білмеймін. Ал Рамазан аға, бүгінгі біздің жағдай осындай. Жалпы енді ұятта болса сізден сұрайын. Дәстүрлі ән деген не ол? Дәстүрлі ән дегеніміз мынау заманның үлкен ағымыменен көздің қарашығындай дүниеге келген баланы өзінің тілінде тәрбиелейтін, санасын оятатын, азамат қып қалыптастыратын, сөзімен де, әнімен де тарихи оқиғалармен кіндігі байланған, өткен ғасырдың куәсі болатындай үлкен біздің санамызда жүретін ұлттық әуен. Ал енді мен сізге бір сұрақ қояйын. Осы сонау арғы ғасырдан келе жатқан Жүсіпбек Елебековтің, Манарбек Ержанов, Ғарифолла Құрманғалиев, Қали Байжанов, Байғали Жылқыбаев сияқты мықты ғасырдан келе жатқан дүниенің соқпағын соғып өнерін ары қарай жалғастырып келе жатқан Қайрат Байбосынов сияқты, кездегі марқұм Жәнібек Кәрменовтердің ең аяғы осы қолына домбыра ұстап жүрген жастарымыз мағанға дейінгі бірде-бір өнерпаздың төл концерттері, болмаса арнайы концерттері, болмаса арнайы жобадағы түсірілген концерттер экранда жоқ. Сол себепті біздің жаңағы жауап берілмей отырған кісілердің санасына... Яғни насихат, жарнама аз дейсіз ғой бәрібір? Әрине аз. Түсінікті. Бауыржан мырза, Рамазан ағаның айтқандарымен келісесіз ба? Сіз дәстүрлі ән тыңдайсыз ба? Қазіргі заманда барлығы жаңашаланып жатқан заман, модернизация керек. Сондықтан да оны бір жаңадан жасаса, осы сұрақты бір ағамыз қойған Нұрғали Нүсіпжановке, қазіргі әндердің барлығын, қазіргі емес, бұрынғы әндердің барлығын өңдеп, аранжировщиктер қайтадан айтып жатыр, соған қалай қарайсыз дегенде Нұрғали ағамыз жауап берген, өңдей берсін, қайтадан 100 рет өңдеп айта берсін, менің қарсылығым жоқ, бірақ әуенді бұзбай айтса екен деп.
Бұл қазақтың халық әндерінің бәрі сол айтылған жаңағы аранжировка жасай ма, өңдеуге келе беретін әндер емес. Оның бір оң жамбасына түсетін әндер бар. Жаңағы өте қиналып жаттап алған аңшының әні, оның ішінде ритмдері бар, ырғақтары бар, азды көпті келеді. Оның мағынасы да сонда аңшылықтың бір таңдан кетіп, қансонордан оралғандағы бір оқиғаларды айтып отыратын өзінің бас аяғы бар, ыңғайына келетін, оң жамбасқа келетін әндер. Енді сіз атақты анау Біржан Салдың мысалы 12 взвод деген әндері бар, Жан баспас деген әндері бар, Алғара көк дейтін әндері бар. Рамазан аға, соларды Ақанның қаншама әндері бар. Оның барлығын сіз жаңағы айтып отырғандай қазіргі жүйеге сала алмайсыз. Өйткені ол құнды дүниелер. Олардың жаңағы айтып отырған кіндігі тарихқа байланған. Ойында оқиға бар. Әрқайсысы. Мұның өлмей келу себебі, бұлардың ғасырдан ғасырға жетіп келген себебі, бұл әндердің 90% жоғалмаған өзінің тарихи дүниелері бар. Жасыратын жоқ, барлығымызды көлік айдаймыз. Көлік айдап келе жатып қазақ радиосын тыңдаймыз. Алтын қордың жігіттеріне рахмет. Сол жерден концерт жасап, баяғы өмірде жоқ апайларымыз бен ағайларымыздың дауыстарын жазып алып беріп жатады. Бірақ мен тыңдармын оны. Бірақ өскелең жас ұрпақ оны тыңдамайды. Екі әуеннен кейін ауыстырып жібереді. Басқасы керек. Сондықтан мен ойлаймын да, осы радиода істейтін жігіттер болса, бір ұсынысым бұл да тыңдарман ретінде. Неге мынандай жасамасқа? Ғарифулла ағаның айтқан әні. Содан кейін бірден, ал енді қазіргі орындап жүрген міне, Дәуреннің орындап жүрген эстрадаға салып мынандай нұсқасы. Сөйтіп екі нұсқаны қатарынан беріп отырса, содан кейін жастардың дәстүрлі әнге деген құштарлығы артып шығар. Ортаға келесі қонақтарды шақырғым келіп отыр. Әнші Ринат Сәтбай мырза және өнертанушы Ерлан Төлеутай ағамыз. Қазақтың дәстүрлі әні модернизациядан өту керек па, өтпеу керек па? Тыңдарманның құлағына жеткізу үшін эстрадамен жеткізген дұрыс деп ойлаймын. Ғалымжан Жолдасбай деген әнші жігіт бар, батыс жақтан. Ақ тілек дейді, Көкжөтел деген мысалы әндерді аранжировка жасап өңдеп, даже бейнебаян түсіріп жарнамалап отыр. Оны қалай тыңдамайсың мысалы? Бұрын тыңдаса, мысалы, бұрын домбырамен қазір Көкжөтелді мен айтып берейін, үш жерде тыңдарман тыңдайды, осы 40-50 адам. Болды, үш жерде қалады ол. Ерлан аға, сіз қалай ойлайсыз? Енді егерде әлемдік тәжірибеге, практикаға келетін болсақ, басқа ұлттардың мына дамыған заманауи мемлекеттердің көбі өзінің дәстүрлі әнінен айырылып қапты. Сөздің шыны керек. Енді бірен саран болмаса, енді көбі айырылып қалған бүгінгі жастардың тыңдайтын әндердің 99% ол заманауи әндер екен. Енді жаңағы Ринат мырзаның пікіріне сіздің көзқарасыңыз. Мүмкін қатты насихаттау үшін, жастардың барлығының құлағына жету үшін шынымен модернизация қажет шығар. Мысалы, бір ән айту үшін Рамазан Куба екеуміз таңғалып дайындаламыз мысалы. Дауысты ашу керек, жаңағы бәрін қою керек, тынысты келтіру керек, тамақты жібіту керек деген дейді. Ал фонограмманы істейді. Қазір дискіні тыға салатына кезде жүріп музыка ойнап жатқанда айта салады. Көрдің бе? Сонда кім жеңіліске ұшырады? Тағы да жаңағы халықтың өнерпаздары жеңіліске ұшырады. Сосын кім өтімді? Мысалы, қазір сен домбырамен ән айттыру үшін бұрын домбырамен ән айттыратын. Қазір бірде бір хабарда домбырамен ән айттыра ма? Көрдіңіз бе? Сонда біз қасақана түрде, бір жүйелі түрде мына өзіміздің ұлттық музыкамызды ағыстырдық. Сосын не пайда болды? Жастардың санасында ғылымда бар, отчуждение дейді, өгейсіну, өзінің музыкасын өгейсіну, осы жаманау, осы дәстүр-ау, оны енді кішкене мынау заманауи деген өтірік сөз бар. Ешқандай заманауи ешқашан болмайды. Классика өлмейді, есіңізде болсын. Классикалық киім өлмейді. Классикалық музыка, классикалық құрылыс өнері болсын. Не нәрсе заманасынан өтті, сол өлмейді. Біздің халық әнді сондай еді. Осы уақытқа дейін өлмеген әнді қазір жастар тыңдасаң, ойбай біздің дәстүрлі өнеріміз өліп жатыр, мына эстрададан көмек керек дейді. Сұранысты Ринат мырза сөйтіп айтып отыр. Эстрада бір скорый помощь сияқты. Халық әніне. Қазір жеткіп, эстрада ешқашан құтқара алмайды. Сізбен біздің талқылап отқан дәстүрлі әндері дегеніміз ол қазақтың кәдімгі әні. Кәдімгі әні. Ал енді бүгінгі жастардың тыңдап жүргені, псевдо өнерпаздардың айтып жүргені ол дүдамал, өтпелі жаңағы. Ол енді міне, бүгін бар ертең жоқ. Мысалы, шетелге бардық қой, көрдіңіз. Сонда қазақтың әнін айтқан кезде, мысалы, Еуропа жұртшылығы қырылып қалады. Бұл не деген сұмдық дейді. Осылайды ән шырқау болады ғой. Не деген ән? Не деген ән. Ол енді, сонда мен
шетелдің музыкабеттерімен әңгімелескенде олардың мысалы кеуделерінде ұлы өкініш бар. Мысалы француздар, жаңағы прибалтика халықтары, енді олар ұмыта қойған жоқ, әсіресе мына солтүстік Еуропа халықтары өзінің мына ұлттық әндерін ұмытып қалған. Жоғалтып алған. Жоқ дейді оларда. Енді соны қалпына келтіре алмайды. Сонымен көп дүниелер кетіп қалды. Енді заманауи әншілер немесе эстрада әншілері отыр қазір бүгін біздің арамызда. Мен соларға сөз бергім келіп отыр. Ол кісілердің көзқарастары қалай екен? Рэперлар отыр, міне Шыңғыс және атыңыз кім? Қаршыбек және Шыңғыс деген рэпер жігіттер отыр. Басқа да эстраданың жарқын жұлдыздары отыр. Кім сөйлейді? Алып қосар ойларыңыз бар ма? Кейбір әндерді стилін өзгертпей-ақ, ритмін өзгертпей-ақ, астына фон қойып, тек қана мысалы домбырамен қалай айтылды мысалға, сол студия айтылған астына жай фон қойып, шынында да біз кәдімгі өзіміздің қобызымызды қосып, сырнайымызды қосып, түрлендіріп, жастардың қолына жеткізуге болады. Одан қорқудың еш нәрсесі жоқ. Ағамыздың өзін, Рамазан ағамыздың өзін эстрада әндерді қосып айтқаннан кейін халық танып жатыр. Жалғыз салт дәстүрмен айта бергенде ол кісіні танымауы да мүмкін еді. Мысалы Қайрат Байбосыновты мен жастардан сұраймын, мысалы қазір көшедегі адамдарды Қайрат Байбосыновты танисыз ба деп айтсаңыз, танымай қалса оған көңіліңіз жаман болып қалады. Сондықтан ол кісілерді таныту үшін бір шара қолдануымыз керек. Менің пікірімше, дәстүрлі әншілер эстрада әншілерден болмаса басқа өнер майталмандарынан өзін жоғары санайды ол кісілер. Сосын бір жоғарыда көкелерден көмек күтеді, өздері пысықтық жоқ. Басқа әншілер секілді оларды жүгіріп, телеарналарға клиптерін беріп, ақша шығарып сөйтіп не істесе, мүмкін дәстүрлі әндер өтіп кетуі мүмкін, менің ойымша. Пысықтық керек те, пысықтық керек. Дәстүрлі әншілер мені халық өз жақсы көру керек деп отыра береді дейсіз ғой. Міндетсін, мен дәстүрлі ән айтамын, мені тыңдаңдар деп міндетсін. Мен айтайын осы жерде Рамазан ағай, сіз қосыңыз. Басталды. Бұл клип деген нәрсені мен түсірдім. Елден қалып қалмайыншы, осы елдің алдында пысық адам бір мен болайыншы деп жаңағы. Сөйтімді алып келдім де бұны кәдімгідей түсіріп, оны түсірудің өзінің машақаты бар, оған қыруар ақша кететіні бар, дайындығы бар, оның режиссерлары бар, оның сценаристері бар, ең аяқ көлікке дейін, қоятын мінетін атыңа дейін, тігілетін киіз үйіңе дейін бәрі ол жұмыс. Енді соны жасаңыз, қыруар ақшаңыз алып жасаңыз. Енді соны қайда айландырасыз? Егер де сіз қазір мысалы кез келген экранға апарсаңыз, сіздің айтады форматыңыз келмейді. Ал енді сол клиптердің бәрін жасап экраннан айландырмасаң, одан не пайда? Дәл қазір насихат аз. Оның бірде-бірі халық алдында жүрген Шаншар, Алдараспан, Тамаша деп айтып жатырмыз ғой. Дәл қазір дамыған заман неге осы Шаншарға, осы кісілер Тамашаға шақырмайды? Мәссаған, міне сізге сұрақ. Міне, осыны жоқ дегенде 2-3 әнші неге дейсіз бе? Шақырмайтын себебі Тамашаны, Шаншарды халыққа өткізу үшін бұл кісілер халықта жүрген, эстрадада жүргендерді ғана шақырады. Тамашада, Шаншарда, Алдараспан болсын бір дәстүрлі әнді шақырып, домбырамен 2 өлең, 3 өлең қатарынан айтқызу қолынан келмейді емес, келеді. Бірақ бұлардың барлығы айналып келгенде бір телевидение деген дүниеге тәуелді. Мысалы, Кореяда заң бар. Өзінің ұлттық өнерін жаңағындай өзгерткенді, мысалы, заңмен қудалап жаңағындай жазалайды деген. Ал енді сондай заң бізге керек. Өйткені мына эстрада өзінің әндерін айтып жүре берсін, мысалы. Жасай берсін, оны өзгерте берсін. Өзінің әндерін бірақ. Иә, оны өзгертіп өздері шығарып, не істесе де өздері білсін, бірақ осы дәстүрлі әнге тиіспесе деген өзім тілегім бар. Өйткені бұл міне ерекше көзқарас. Жақсы, өте дұрыс. Тағы да жастардың алып қосары бар ма? Сіздер? Дәстүрлі әнге өзгеріс енгізу деген нәрсе ол санаға сыймайды. Неге санаға сыймайды? Өйткені ол үшін жаңа Рамазан ағамыз бір мысал айтты ғой жаңағы. Бұл дәстүрлі ән дегеніміз не деген кезіңізде сіздің сұрағыңызға шыр етіп дүниеге келген баланы сол шыр еткен сәтінен бастап тәрбиелейтін нәрсе деп. Ол жаңағы модернизация жасамау керек деген сөзім менің. Санаға сыймайтын себебі ол үшін біздің жаңағы кішкентай сол бесіктегі балаға беретін тәрбиеміз жаңағы біздің бесік жырымыз, ертегілеріміз, соның бәрін модернизация жасай алмаймыз ғой біз. Ал бұл дәстүрлі әнге деген тәрбие, бұл жаңағы сол бесік жырынан басталатын дүние. Шынымен мен өзім домбырада оқимын. Домбыра асылып барсам, мынау гитара ма дейді, домбыраның өзі не екенін білмейді.
Сонда кеше Жанар Дугалова Түркбелшінде барды. Сонда артында қалай ойнады домбыраны. Нағыз қазағымыз домбыра дейді. Қазақтың домбырасын танытты. Сонда былай ойлаймын да, кешеде Лұқпан ағамыздың артында баласы домбыра гитара тартып отырады. Яғни осы бізден Мақсат ағамыз отыр, арқасына клипке бір-екі аранжировка домбыра тартса, кішігірім насихат болады ғой. Жалпы осы өзімізден өшірде отырған, эстрада отырған ағайындар кішкене болса жаны ашып солай ұлттық дүниені көтерсе, оларға да жалпы ұлттық дүниені көретін адамдар да қазіргі современный жастар да көреді деп ойлаймын. Мен ойымша модернизациялау керек. Жаңа ағамыз айтып отыр. Шетелде біздің әндерді қалай тыңдайды деп. Шетелді тыңдайды. Өйткені олар сөзін түсінбесе де біздің қазақтың әндері жүрекке жетеді. Жүрекке жеткізіп орындай аламыз. Шетелден көрген біздің қазақ эстрадасында шетелдің эффекттері, шетелдің әндерін өзімізге бұрмалап, шетелдің әндерін қазір аударып алып, шетелден ұрлап айтып жатыр. Олар жететіміз. Егер біздің қазақ әндерін қазіргі заман талабына сай қылып өңдеп айтып жатса, халқымыз, қазақ жастары қабылдайды деп ойлаймын. Тағы да біздің ортамызда Тұран тобының жігіттері отыр. Қазақтың дәстүрлі әнін айтып, насихаттап жүрген бірден бір азаматтар. Біздің алға қойған мақсатымыз біз осы қазақтың ұлттық өнерін насихаттау болатын. Біз қандай міндеттерді атқардық? Біз бұл жерде кішкентай балабақшалар, қарттар үйі, кемтар балалар үйі, мектептерге барып, осындай ұлттық өнерді насихаттайтын лекция концерттер ұйымдастырдық. Қазіргі күнге дейін біз Ықылас атындағы халық музыкасы атау мұражайында әр айдың аптасында сәрсенбі күндері лекция концерт өткіземіз. Бұнда біз қазақтың ұлттық өнері жайында әңгіме қозғаймыз, аспаптар таныстырамыз, әндер, халық әндері, салт дәстүрді таныстырамыз. Соның арқасында бірінші айтып өткен 2008 жылы алғашқы күй табағымыздың концертіне, кешіріңіз, мен сөзімді аяқтаған жоқпын, концертіне адам өте көп келді. Соның 80% жастар. Соны айтсаңызшы, халықтың ықыласы қалай сіздерге? Ықыласы өте жақсы. Қазірге дейін біз концерт қойып жүрміз, адам көп. Кеше ғана Астанада концерт беріп келдік, 3000 адам, зал толы болды. Бұның бәрі жаңағы насихатқа байланысты. Яғни нәтиже бар дейсіз. Нәтиже бар. Қазақтың дәстүрлі әнін модернизациялап, қазаққа ұсынып жүрген жастар, азаматтар бар екен. Солардың өнерінен қысқаша үзінді экранға назар аударайық. Сан ғасырлық тарихы бар халық музыкасының терең бір арнасы ән өнері. Қиыннан қиыстыра сөйлейтін тапқырда ақылды шешендік өнерге бейім қазақ халқы қолына домбыра алып ауылдың алты аузын, тойбастар, беташар, жар-жар, қонақ кәдені тосылмай шырқай білген. Адам өмірі шыр етіп дүниеге келген күннен ақ бесік жырымен басталған. Қолда барда алтынның қадірі жоқ демекші, көптеген ел өзінің дәстүрлі төл мәдениетінен айырылып қалған. Ал ол бізде бар. Оның қадір қасиетін біліп, қастерлеп отырмыз ба? Заман талабына сай ән өнерінің басқа түрлерде қалыптасып жатыр. Оның бірі эстрада бағытында ән шырқау. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін осы бір жеңіл өнерге бауыр басып бара жатқандай. Өнер жолын дәстүрлі әндерден бастап, эстрадалық әндерге бағыттаған әншілеріміз де жетерлік. Себебі заман талабы сондай. Тыңдарманның талғамына шек қою мүмкін емес. Әңгіменің ашығын айтқанда дәстүрлі әншілердің концертінде, яғни 1000 адамдық залда 200-ге толар-толмас тыңдарман отырса, ал эстрадалық әншілердің концертінде отыратын орын таппай жататынымыз өкінішті. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді демекші, дәстүрлі өнер ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпеген абзал. Еркін Шүкманов, Ерлан Рысқали, Ардақ Балажанова, Сәуле Жампейісова секілді дәстүрлі әншілерімізбен қоса, Ұлытау, Тұран, Алдаспан секілді этно-рок топтары қазақтың ән күйінің құдіретін әлемге танытуда. Ұлытау Қазақстандық аспапта этно-рок стилінде өнер көрсететін бірегей ұжым.
топ орындаған музыкалық туындылардың жаңғыра түсуіне домбыра, электр гитарасы және скрипка аспаптарының үлесі үлкен. 2001 жылы Голливудта өткен бүкіл әлемдік музыка орындаушыларының додасында бас жүлдені жеңіп алды. Сондай-ақ Ұлытау этно-рок тобы 2004 жылы әлемдік жұлдыздар санатындағы түрік әншісі Тарканның концертінде өнер көрсетті. Ал 2005 жылы топ музыканттары Шешенстан және Ингушетия республикаларының еңбек сіңірген және халық артистері деген атаққа ие болған. Ал Тұран тобы аз уақыт ішінде Израиль, Түркия, Германия, Қытай, Оңтүстік Корея, Венгрия, Америка құрама штаттарына және Францияға танылып үлгерді. Тұрандықтар әлемнің әйгілі сахналары саналатын Нью-Йорктегі Карнеги Холл, Вашингтондағы Кеннеди Центр, Берлиндегі Концерт Хауста және Венгриядағы Ұлы Тұран құрылтайында өнерлерін көрсетті. Қазақтың дәстүрлі әнін насихаттап, даңқын асырып жүрген осындай өресі биік өнерпаздарымыз барда, төл өнеріміздің өрісі бұдан әрі де кеңейе бермек. Ал енді қазір мен ортаға біздің келесі жұпты шақырғым келіп отыр. Қазақтың дәстүрлі әншісі Саян Майнағашев мырза және Ұлытау тобының солисті мүшесі Ержан Әлімбетов мырза. Сіздер енді қазақтың дәстүрлі әнін модернизациялап, оны күйін модернизациялап, әлемге паш етіп, сол арқылы қазақты танытып жүрген бірден бір топсыздар ғой. Бүгінгі тақырыпқа алып қосарыңыз. Қазіргі таңда мысалға Ұлытау тобының кез келген шетелдік елді атаңыз, фан-клубтарымыз бар, тыңдаушымыз бар. Демек, біздің ұлттық аспабымыз, домбырамыздың тыңдаушысы бар деген сөз. Бразилияңыз алыңыз, Мексикаңыз, күнара жақтан хаттар келіп жатады, откликтар келіп жатады, мысалға. Пікірлер келіп жатады. Ол несі жаман ол мысалы. Ол сіз айтқандай модернизациялау. Тілде келмейді ол. Сол басқа формада беріліп тыңдаушыға жеткізіліп. Яғни бүгінгі жаңағы бүкіл әлемге Ұлытаудың танылып отқандығы сол модернизацияның арқасында кейбір тұстарда. Мен ойлаймын, мысалға егерде біздің ұлттық формадағы, ұлттық әндерге, күйлерге келетін болсақ, күй менің ойымша, өзім ойымша, күй деген эстрадалық сүйемелге мұқтаж емес дүние негізі. Өз алдына, мысалы, жеке дара дүние бұл. Бірақ кейбір тыңдаушыға ол модернизация арқылы жетуі керек шығар. Керек деп ойлаймын. Сондықтан ойлаймын, осындай ұлтжанды біздің шебер орындаушыларымыз, дәстүрлі орындаушыларымыз, ағамыз айтып отқандай, ұлттық деп айтқан дұрыс шығар. Ұлттық орындаушыларымыз, ұлттық дүниені орындаушыларымыз барда біздің дәстүрлі жаңағы ұлттық формамыз ешқашан жойылмайды. Модернизация да керек, бірақ өз қалпында жоғалтпау керек. Кейбір тұстарда біздің модернизацияға қосып атқан, дәстүрлі әндерімізді қосып атқан кісілердің мүмкін шеберлігі жетпей жатады. Оны жеткізуге. Сондықтан мүмкін дәстүрлі орындаушылар өздері неге модернизация арқылы өздері бұзбай сол дәстүрлі формадан өздері айтып қоспайды деген. Міне қысқа, нұсқа, нақты және түсінікті. Бір нәрсе қосайыншы. Мысалы, Ұлытау жақсы ғой, енді қазақтың азаматтары шығып, әлемге атын шығарып, домбыраның үнін естірту деген нәрсені айтып жатыр, жақсы нәрсе. Енді осының ішінде бір авторлық құқық деген нәрсе болады. Авторлық құқық. Мысалы, Құрманғазы бола ма, Дина бола ма, Қазанғап бола ма, ықылас бола ма осы күнгілер. Олар кезінде шығарып, тайға таңба басқандай дүниені, ұлттық құндылық дүниелерімізді алып кеп берді. Қазір бізді оқу жүйелерінде әрбір мұғалімдердің, орындаушылардың аузынан, қолынан күй арқылы әлгі орындаушы ойнап отырып түсіріп қалған ноталық нұсқалар, солардың орындаушылардың бәрінің авторлық құқықтарын барлығы тұр. Бірақ қазір біздің қоғамда сол қорғалынбайды. Мысалы, сіз айтыңыз, Моцарттың, Бетховеннің, біреудің, мысалы, әрбір тоналисте жазады, әрбір инструментке жазады. Соның кейін өзінің бір заңды формасын ұстап берген. Дүние жүзінің адамдары соған бағынады. Оның сіз бір нотасын, бір тоналисін ауыстырып көріңіз, сізді халықаралық сотқа тартады.
Ал бізде Ұлытаудың орындап жүрген күйлерінің бәрі сол алғашқы орындаушылардың таза нұсқасы емес. Бұл кісілердің орындап жүргені өзгертілген нұсқа дейсіз ғой. Жұрнақ алып отырып, жаңағы сіздер айтып отқан сияқты, айналасын жаңағы аранжировкамен толтырып, шетелгедің өздерінің тілімен сөйлетіп жатыр да бұлар. Арасында мынау ғана қазақ деген сияқты жалғыз домбырасы жүр. Мүмкін сонымен ғана отып отқан шығар. Ұлттық өнерді орбитасынан шығарып жіберуге болмайды. Бәрі гармониямен жасалған нәрсе ғой бұл. Әлемде бір үндестік бар. Жерді орбитасынан шығарсақ не болады? Бәріміз кеттік қой. Сол сияқты өнер өзінің орбитасында болу керек. Ұлттық өнер өзінің форматында болу керек. Ал қазіргі коммерциялық мақсатты көздейтін топтарын істейді. Бычты қылады. Неше түрлі фон қояды, дарылдатады, жаңа. Енді оны жанында тұрып тыңдау мүмкін емес. Бұл енді бір жағынан бұлардың бойында бір қиратушы күш бар. Бір агрессия бастайды. Бұл жастарға арналған. Енді біз мына Рекинг сияқтылар біз оларды тыңдай алмаймыз да. Бізге жаңа мына не керек? Төл нұсқа керек. Түп нұсқа. Иә. Өзінің бұрынғы мысалы қоңыр күйлер керек бізге. Өнердің жанын өлтірмеуіміз керек. Ал біз қазір мына топтар алады да жанын өлтіреді, сыртқы формасын жынын қалдырады. Жақсы түсінікті. Саян мырза, алып қосыңыз бүгінгі тақырыпқа. Біз өнерді насихаттау үшін анау балабақшадан бастауымыз керек секілді. Балабақшадан. Өйткені мен айтайын деп отқаным, мен 6 жаста балам бар. Соған үйде отырып, Молдабайдың әнімен Ақсисаны үйреттім. Үйде отырып, сөзін жаттатып үйретіп, соны ертеңінде балабақшадан келіп, балам қуанып жүрді, Ақсиса мен Молдабайды айттым дейді. Сөйтіп мен айтып болғаннан кейін дейді, жүрген балалардың біразы дейді, Ақсиса, Қызыл сиса деп ән айтып жүр дейді, кішкентай балабақшадағы балалардың бәрі. Сол себеп мен ойлаймын да, бұны балабақшадан бастап бұл насихаттау керек та, бұл әндердің бәрін. Содан кейін бұл жерде модернизацияға келген кезде модернизация жасау керек, бірақ өзіміздің ұлттық аспаптармен жасау керек та. Шетелдің аспаптарын қоспай, таза өз қалпында ұлттық аспаптармен де модернизация жасауға болады. Кейінгі ұлытаулар, Асылбектер, Айгүл апайларымыз эстрадамен қоспағанда тұран пайда болар ма еді аға? Мысалға, бұларға тыңдаушы, мысалға, бұл тенденция ғой. Сен неге сенбейсің ол, болады болмайды дегенге. Бұл тенденция болмағанда мүмкін дәстүрлі дегенмен эстрада домбыра қосылға алады. Домбыра тыңдаушысы көбейді ғой. Рас па? Меніңше мынандай тағы бір нәрсе бар да. Мысалы, Мағауия Хамзин кезіндегі сынып Әзидұлы Есқалиев ағаларымыз кезінде домбыраменен, домбыраны ұлттық өзіміздің домбырамызбенен. Осылар кезінде мысалы шетелдің жаңағы Бахтың болама, Моцарттың Баланезагенскийдің бәрін сол домбырамен орындады. Олар мойындатты да қазақтың. Қайран қалды енді сонда, дүниежүзі қайран қалды. Баланезагенский. Домбырамен орындады, ол барабан болмаса бірдеңе қосқан жоқ, ол домбыраменен бүткіл оркестр ойнайтын дүние дыбысты сол ешекті қара домбырамен орындап. А бізде қалай? Бізде жаңағы домбыра ол фон болып тұрады да мына жақтан. Үшінші, төртінші план. Анау жақта әйтеуір сарыны бар. Біз жаңағы шуылдақты берғай шығардық. Сонда біз мынау көрерменге ұнауымыз керек деген мақсат қоямыз да, мына көрермен ұнаса. Өнерді сол күйінде сақтап қалу деген. Иә, жастар ұнаса, екінші кезектейсіз. Жаман қыздар болады ғой, жаңағы ұнағысы келетін. Мінекей қазір олай ма? Өнер деген асқақ болу керек. Бір әңгіме аға, кешіріңіз. Бағана сіз айтып кеттіңіз, өнер сатылмайды деп. Ол кезінде сатылмаған, қазақ болып жүргенде сатылмады. Өйткені біз аттың үстінде жүреміз, өгіз бізге ақша да керек жоқ. Бір киіз үйіміз бар, күнде жеп атқан етіміз бар. Қазір мына заманда адам өз-өзін сатпаса, мысалы, өз-өзін жарнамаламаса, әр өзіміздің өнерімізге ешкім бағаламайды қазір. Өйткені мына балалар оқып жатыр, мысалы, 4 жыл, 5 жыл оқиды. Осы сияқты 4-5 жыл дәрігерлер оқиды, мысалы. Ертең не үшін оқиды? Отбасымды қалай асыраймын, ертең қалай жеткіземін, баламды қалай дамытамын дейді. Ертең бұлар сатпайды, өлеңін айтып әшейін жүреді. Квартираны қайдан алады, машинаны қайдан алады, мысалы, оны тойлау керек. Рамазан аға, қысқан сұрақ айырыңыз. Өнердің кісілігінен айырма. Сен өзің кісілігін дұрыс. Көрдіңіз ба? Ал енді жаңағындай мынандай киім киіп, ол да бізге келеді. Оған қарсымыз, оған бәріміз. Еркектер әйел болып шығып жатқан конкурстарды көріп жатсыздар. Біз осы тенденцияны тоқтатпасақ, ол ертең бізге келеді. Өте дұрыс. Біз басында мінекей, сондықтан біз неге аттандай батырмыз? Егер жаңағы Түнтөкіп, мысалы дейік, Түнтөкіп деген бір әнші бауырымыз бар еді, қазір көрінбей кетті. Сол жігіт
ана Назғоңғырды айтты. Енді сұмдық қой енді. Ол масқара ғой, мысалы. Міне ұлттық әнді қорлаудың ең жоғарғы формасы дейсіз ғой. Оның артық шыңғалуға келмейді енді. Жақсы. Біз содан сақлай. Әйтпесе, қоң қойыңдар, мархабат, аспаптар қойыңдар. Бұзбаңыз дейсіз ғой. Скрипкада кішкене ызыңдап тұрсын. Ерлан аға дұрыс. Барабанда кішкене қос енді. Барабан ритмге керек ол. Бірақ анау не? Сосын сіздер ойламаңыздар. Мысалы, күйдің біз табиғатын қалай өлтірдік? Қазір мысалы күйді мына рекеңдер оқытып жатыр. Мен осы қаланың енді жастар тыңдаймын ғой. Бірақ жаңағы қаланың өнерпаз екенін сезесің де. Көп нотаға бағынады. Нотада көп дыбыстар түсіп қалған. Мына сен де ойламаңдар, жаңа дәстүрлі деп айтсыз, олардың да оңып тұрған шамалы қазір. Олардың да көп мәселелері қалып қойып жатыр. Осы мына жаңа заман бізді қазақтың төл табиғатындағы мына ноталар бар. Мына европалық ұстанымдарға бағынбайтын, формаларға бағынбайтын. Солардың өзінен айырылып қалып жатырмыз. Бүгін сондай салиқалы өте жақсы бағдарлама болды деп есептеймін. Құрметті көрермендер, ал қазір біздің арамызда Тұран этно ансамблі отыр. Тұран этно ансамблінің сізбен бізге дайындап келген базарлықтар бар екен. Қазір бұл кісілер қазақтың ұлттық аспаптарында әуендерді ойнайды. Кім тапса әуеннің атауын, оған арнайы жігіттердің базарлықтары бар екен, сыйлықтары. Солай ғой? Онда ортаға жігіттер. Ал құрметті студия қонақтары, құрметті көрермендер, біздер қаншалықты қазақтың дәстүрлі ән күйлерін білеміз. Міне дәл қазір сондай ойын ойнаймыз. Нұрғиса Тілендиев Аққу. Дұрыс па? Дұрыс! Өнер академиясынан есімін Қуатова Әйгерім Дәулеткерейдің күйі көрігі. Дұрыс па? Бірінші қолын көтерген жігіт, Қазақ ұлттық өнер академиясы, есімім орынбасар Таңжарық, халық күйі Ақсақ Құлан. Дұрыс па? Ал құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар. Адамның өз жетпеген жерге сөз жетеді. Мен қазір студия қонақтарына өзімнің дәстүрлі сұрағымды қоямын. Қазақтың дәстүрлі музыкасы модернизациялану керек па? Керек дегендеріңіз менің сол жағыма, керек емес қазақтың дәстүрлі музыкасы сол күйінше қалу керек дегендеріңіз менің оң жағыма өтулеріңізді сұраймын. Музыка зерттеушілерінің айтуына қарағанда қазақтың 5.000-нан аса күйі, 12.000-нан аса әні бар екен. Бұл қазақ байлығының үлкен бір көрінісі, үлкен бір бөлшегі және бөлімі. Соны сақтап, келесі ұрпаққа сол күйінде жеткізу сіз бен біздің міндетіміз. Келесі аптада жүздескенше аман сау болайық.